Dinim деп kelgen adamsızlar барлықтарыңыз. Бірақ еліңізге, жеріңізге, дініңізге қаншалықты қызмет етіп жүрсіздер ағайындар. Қаншалықты намаздарыңызды оқып жүрсіңіздер. Қаншалықты Алланың разылығы үшін деп жинаған табысыңызды шығарып, зекетке беріп, қажылыққа барып жатқан адам қаншалықты ағайындар. Қаншалықты ағайындар. Бұл дүние, бұл өткінші екен ағайындар. Бұл дүние жалған екен ағайындар. Шыны керек, дүние жалған болмағанда біз мына ақсап тұрып бір адамның артынан топырақпен салмайтын едік. Адамның көзін, адамның пиғыл ниетін, ең соңғы адамның бойынан шыбын жан шыққаннан кейін топырақ қана тойғызады екен ағайындар. Сүлеймен Хаким білесіздер, Сүлеймен деген сұлтан болған. Сол кісі қайтыс болатын кезде Осман империясы кезінде үлкен бір мықты патша болған. Сол кісі дүниеден өтетін кезінде уәзірлеріне мынау үш өсиетті қалдырып кетіп барады дейді. Бірінші деп айтты дейді уәзірлеріне, мен өлетін болсам, менің табытымды осы Осман империясының ең мықты деген білікті врач доғдырлары мені көтерсін депті. Екіншісі, мен өлгеннен кейін менің артымнан дүние мүлік ақшамды чәкшін депті. Үшінші, мені қолымды табыттан шығарып, мені қарай көтеріп зиратқа қарай алып жүріңдер деп айтты дейді. Қасындағы бүткіл қолбасшылар таң қалды дейді. Неге? Не үшін айтып алсың деген кезінде не деді дейді. Мен мына өмірден өткенде Алланың ажалына, Алланың өліміне ешбір адам баласы мықты деген доғдыр врачтардың біреуі де көмектесе алмайтындығын халқым білсін деп айтты дейді ағайындар. Екінші, менің қаншама патша болдым, байлығым болды, ақшам болды, атақ пен абыройым болды. Соның барлығы мен өлгеннен кейін артында қалатындығын көрсін, менің ақшамды шашсын деп айттым дейді. Үшіншісі, қолымды шығарып та табыттан кетіп бара жатқан кезінде, өйткені бүткіл билік, атақ пен абырой, бүткіл жинаған нәрсенің барлығын ала алмай, қабірге құрғал кетіп бара жатқандығын халқым түсінсін деп айтты дейді ағайындар. Халқым түсінсін деп айтты дейді ағайындар. Және ешбіріңіз ойланып көрдіңіздер ме? Шыны керек, үш ақ түрлі мата шүберекке сіздермен біздерді орап тұрып, мынау қабір деген нәрсеге түсіретін болса, дайынсыз ба сіздермен біздер? Лайықпыз ба біз ағайындар? Біз лайық емес шығармыз. Неге? Өйткені біз пендеміз ағайындар. Біз күнәкар біздегі отырғанның барлығы бір сау адамбыз деп айта алмаймыз ағайындар. Неге? Біз пендеміз ағайындар. Қатегеншілігіміз көп. Алла Құдай бізді жаратып қойды, неметті беріп қойды, бала шағаңды берді, егемен еліңді берді. Мынандай намаз оқисың ба, оқымайсың ба, өз еркіңді беріп қойды. Ал Алла Құдай ертең осыны сұрамайды деп ойлайсыздар ма? Мынау көршімізде Қытай елде не болды? Бір-екі жылдан бері астан кестеңін шығарып жіберді. Партия мүшесі болса намаз оқымайтынды тастады. Керек болса қолын жайып тұрып намазын оқи алмайтын болды. Мешіттің төбесіндегі айды алып тастады да қызыл туды қойып тастады. Не жасады халық? Айтыңыздаршы, не жасай алды? Қабат деген ай деп қазір өкініп жатыр. Бірақ Алла Құдай сіздер мен біздерге мүмкіндікті беріп тұрды. Түннің ортасында да мешіт ашып тұрады. Қалай барып намаз оқысын өзің бір айғайлап тұрып дәлел оқып жатыр жаңа атамыз. Ол дәлел ол жақта болды ма ол мүмкіндік қазірге дейін? Жоқ екен де ағайындар. Егер Алла Құдай сізге осы мүмкіндікті беріп тұрма, пайдаланып қалыңыз. Дұға жасап қалыңыз, намазыңызды оқып қалыңыз. Айғайлап тұрып Құраныңызды оқыңыз, жыртылып тұрып қажыға барып келіңіз ағайын. Ертең сондай бір күн туы мүмкін ағайындар. Сондай бір күн болуы мүмкін ағайындар. Ол кезде қабат деген ай деп жүрмеңіздер. Қолда барда алтынның қадірі жоқ дейді ағайындар. Осы қадіріңізге жетіңіздер. Бүгін Алла Құдай мүмкіндік берді ма? Намазыңызды оқыңыз, оразаңызды ұстаңыз, шамаңыз келгенше жақсы нәрсені істеңіз, бала шағаңызды, немере шөбереңізді, келін қыз күйеу балаңызды барлығы намазға жығыңыз. Намазға жығыңыз. Аллаға сұрап жалынып жалбарынып отырғызып тұрып айтыңыз: бауырым, мен осы дінім үшін әкелгем мен сені. Туған жерімді тастап әкелгем сені. Не үшін әкелдім? Сен намаз оқысыншы деп әкелдім десеңдер. Бірдерге ибадат құлшылық жасасын деп әкелдім. Қайранда бар ашып, сенделіп жүрсін деп шақырған жоқ деңіз оларға. Үйретіңіз. Сіздермен біз айтпайтын болсақ, кім айтады ағайын? Сіздермен біздер жалынып жалбарынмағанда кім жалбарынады ағайындар? Сол үшін құрметті бауырлар, Алла тағалаға көп дұға жасаңыздар. Аллаға көп-көп шүкірлік жасаңыздар.